Қара құрдым бұл уақыт кеңістігі. Ондағы гравитациялық тартылыс күш әсері соншалықты, тіпті жылдамдығы жарық жылдамдығымен шамалас материяда оған жақындаса, қашып құтыла алмайды. Мысалға алғанда квантпен кәдімгі жарық. Қара құрдымның бұл жері уақиғаға көкжиегі немесе горизонт событий деп аталады. Қара құрдымдар туралы 20 ғасырға дейін зерттелмей келді. 20 ғасырда Эйнштейн зерттеулерінен бастау алатын бұл жойқын объектті Стивен Хокинг те біршама зерттеген. Сәлем достар, бұл Скаврон арнасы. Бүгінгі видеомызда сіз бен біз қара құрдымға саяхат жасайтын боламыз. Ал сіз лайкпен қолдай отырыңыз. Қара құрдымның салмағы өте үлкен болса да, оның пішіні кішкентай болады. Мысалға алғанда, егер қара құрдымның салмағы жердің салмағындай болса, оның пішіні 9 мм-лік бұршақ сияқты болады. Қара құрдымдардан осында лазерге ұқсайтын сәулені байқайтын шығарсыздар. Бұндай сәулелерді тек кейбір қара құрдымдардан байқай аласыздар. Бұл сәуле плазмадан құрылған және ұзындығы 5000 жарық жылына дейін жетеді. Қара құрдымдардың осындай сәулелері тұтас бір планетаны жойып жіберуге қауқарлы. Сондықтан да қара құрдымға саяхат жасасаңыз, абай болғаныңыз жөн. Қара құрдым іші туралы не айта аламыз? Ондағы уақыт бейтарап. Былай айтқанда, Эйнштейннің салыстырмалы теориясы бойынша, сіз онда қалып қойсаңыз, уақытты сезінбейсіз. Мысалға, кәдімгі сағатты қара құрдым ішіне салып көрдік делік. Қара құрдым сыртындағы адамға ол уақыт өте келе тоқтағанын байқайды. Ал қара құрдым ішіндегі адам оның айналып тұрған көреді. Бұған қоса, қара құрдым ішіндегі бірнеше секунд кәдімгі кеңістіктегі миллиондаған жылдарға тең. Бұны Эйнштейннің салыстырмалық теориясы бойынша түсіне аласыз. Тағы да бір қызықты мағлұмат. Егер ғарыш кемесін қара құрдымға жақындатсақ, ғарыш кемесінің созылып кететінін байқауға болады. Бұл ондағы гравитациялық күштің күштілігі. Қара құрдым туралы Стивен Хокинг зерттеулерінен түсіне аласыздар. Хокинг қара құрдымның уақыт өте келе буға айналып жоқ болатынын айтқан болатын, бірақ Стейнхауэр есімді ғалым қолдан жасалған қара құрдым арқылы бұлай еместігін дәлелдеді. Дауыс толқындармен болған бұл жасанды қара құрдымда Стейнхауэр ең бірінші рубидий атомын температурасын 0-ге теңестіріп, лазер арқылы фазаның жылдамдығын жарық жылдамдығынан асырды. Нәтижесінде кәдімгі акустикалық жасанды қара құрдым пайда болды. Қара құрдым көбінесе гравитациялық коллапс әсерінен пайда болады. Гравитациялық коллапс кез келген объекті, мысалға алғанда жұлдыздың бірнеше миллион есе сығылуы. Егер сізді бірнеше миллион есе сығып тастаса, сізде қара құрдымға айналуыңыз мүмкін. Сонымен видеомыз тәмам. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетіңіз. Скавронның ВК парақшасына жазылуды ұмытпаңыз.